қай заманнан келатқан бір әйгілі мысал бар. Құрбақа сүтке түсіп кетеді. Құрбақа сүтке түсіп кетеді да, сүттің ішінде бір құрбақа тыпыр етпегендіктен сүттің түбіне батып кетеді. Ал екінші құрбақа тыпырлай береді да, сүтті қаймаққа айландырып жібереді. Сөйтіп қаймақтың үстіне шығып, сүттен сыртқа атылып шыққан екен. Қарапайым ғана мысал. Ол былай қарағанда қазандағы сүтке түсіп кетті, шыға алмай жатыр. Табан тіреп шығып кететін нәрсе жоқ. Бірақ өзінің тыпырлай бергенде сүттің сапасын қаймаққа айландырып жіберді. Қаймақ қою болғандықтан аяғын тіреп сыртқа шығып кетті. Бізде бір ситуацияға душар болып қалғанда, өмірде біреумен арамыз нашар болып қалған кезде, бір қандай да қолайсыз жағдайға түсіп қалған кезде, екі көзіміз бақырайып, бітті, бәрі бітті деп отырмауымыз керек. Тыпырлап, әрекет жасап, тірлік, ақыл сұрап біреуден, ақылдасып, Құдайға жабысып, дұға қылып, тәубе жасап, адамдардан әртүрлі идея сұрап, жан таласу керек. Сол кезде міндетті түрде жаңағы сүтті қаймаққа айналдырып сыртқа шығып кеткен құрбақа секілді, сізде сол положениеден сыртқа шығып кетуге мүмкіншілігіңіз болады екен. Білуіңіз мүмкін, бірақ сонда да айтып өтейін, маған өте қатты ұнайтын мысалдың бірі, ол ханның басынан өткен жағдай жайында. Бір хан садақтың оғын жонып отырады да, қолындағы пышағы алмас екен, саусағының жартысын шауып кетеді ғой. Шарт еткізіп, саусағының жартысын шауып кетеді, шу өте қалады ел. Сол кезде қасында тұрған бас уәзір, "Я хан ием, сабыр қылыңыз, Алла қайырлы қылсын, бұда да бір қайыр бар шығар" дейді. Сол кезде патша өзі жаны күйіп, саусағын ұстап, қиналып тұрған, "Бұда не қайыр бар? Мынау маған жаны ашымай табалап тұрма, бұныңкі не сөз, апарып қамап тастаңдар" деп патшаның бас уәзірін патша қаматып тастайды. Соменен күндер өте береді. Қасындағы басқа уәзірлері келіп, ханға айтады: "Қолыңыз кішкене қара қотырланып жазылды ғой. Енді бір сейіл құрып, көңіліңізді аулайық, аңға шығайық" дейді. Сөйтіп қасындағы басқа нөкерлері мен басқа да уәзірлеріменен хан саятшылық құрып аңға шығады. Аңның соңынан қуа-қуа ұзақтап кетіп, бір мәдениеті төмен, жабайы тайпа өмір сүретін бір аймаққа өтіп кетеді. Сол аймаққа өтіп, бұлар қолға түсіп қалады. Қасында самсаған әскер жоқ, аз ғана жорықта жүрген жолдастарыменен қолға түсіп қалады. Әлгі жабайы тайпа бұларды алады, сөйтсе өздерінің діни мерекесі болып жатыр екен. Діни мерекесіне бұлар адам құрбандыққа шалады екен. Сонда Құдайымыз бізге құрбандық жіберді деп, қолға түскен хан менен оның төңірегіндегілерді құрбандыққа шаламыз дейді. Сөйтіп алып кел деп қараса, ханның денесінде кемістік бар екен. Саусағының жартысы кесіліп қалған екен. Бағанағы жағдай ғой. Сөйтеді де айтады, құрбандыққа мына саусағы кесілгенін жарамайды, қалғандарын шалыңдар деп, қалған біраз адамды құрбандыққа шалып, біраз адаммен бірге ханды босатып жібереді. Сонымен хан жаяу жалпылап еліне аман есен жетеді. Бірақ есіне түседі. Бас уәзірін қамауға жіберіп жатқанда бас уәзір "Ода да маған бір қайыр бар шығар" деп айтқан еді да, сол есіне түседі. Неге олай деп айтты екен. Ал өзінің қолының кесілгені өзіне қайыр болғаны анық. Өйткені құрбандыққа жарамай қалды. Сөйтіп бас уәзірді шығартады, кешірім сұрайды, ат-шапан айыбын береді. Сөйтеді да, "Мен" дейді, "жарайды, қолым кесілгені сен айтқандай қайырлы болды. Денемдегі кемістіктің себебінен құрбандыққа жарамай қалдым. Ал сен зынданға кетіп бара жатқан кезде, бұда да бір қайыр бар шығар дедің. Сен не қайыр байқадың? Қанша уақыт зынданда жаттың" дегенде, "Я хан ием, қайыр сол емес пе? Сіздің қасыңызда аңға шыққан кезде, ана уәзірлер сияқты мен де құрбандыққа шалынып кетер едім. Құдай мені зынданда аман сақтап қалған жоқ па" деген екен да. Сондықтан біз кейде жанымыз күйіп піседі. Бір қиын жағдайға, бір зиян жағдайға түсіп қаламыз. Бір зиянды жағдай түссе, осы жүйкеміз жүн болып, біттік деп өмірдегі бүкіл проблема біздің басымызда тұрғандай қиналып кетеміз. Ал күніне 1001 бәле көрсең дағы, сонда да күдер үзбе бір Алладан деген бабаларымыз кешегі.